запись басталды, балалар. Барлықтарыңызға саламатсыздар ма? Мен қазір кезектесіп сіздердің жаңағы жасаған тапсырмаларыңызды, презентацияларыңызды, отчеттарыңызды ашып отырамын. Демонстрация жасаймын. Сіздер кезектесіп өздеріңіз қорғап өте беріңіздер. Сәлеметсіз апай. Саламатсыз ба? Үшінші топ кім? Үшінші топ. Үшінші топтан кім бар? Алла. Мен. Сіздердің презентацияларыңды аштым. Давайте айтып сөйлей беріңдер. Үшінші топқа берілген тапсырма балалар киімін сататын аккаунттармен жұмыс жасау болды. Біз ең алдымен бірінші аптада аккаунттарды таңдаумен жұмыс бастадық. Және де жұмыс барысында біз аккаунттардың сатылатын киімдердің бағасын, сапасына қарадық. 25 аккаунт таңдалды. Сол жасадық. Біз аккаунттардың фотосын программасын өңдедік. Программасы тиімді болды. Бізге керекті эффекттер болды. Ол жерде поиск арқылы өзімізге керекті елкаларды және басқа да заттарды іздеп, өзіміздің фантазиямыз бойынша фотоларды өңдеп шықтық. Және де өңделген фотоларды сол аккаунттарға жібердік. Ол аккаунттағы кісілер бізге рахметін айтып жатты. Ол кісілерді жаңа жылдарымен құттықтап, өзіміз жібердік. Және де сіздерге ұсына кететініміз Pixar программасын қолданып көріңіздер дегіміз келеді. Өте жақсы. Енді мен қазір мына жерде Бақыттың жұмысы ашылды. Бақыт, қайдасың? Қандай программамен не жасадың? Қандай атрибуттар қойдың? Айта бер, Бақыт. Бақыт бар ма? Апай, мен де сол Pixar'пен жасадым. Иә. Сөйлеп жатқан кім? Бақыт. Мен де сол. Бақыт, осындасың ба? Апай, осындамын. Енді айта Иә, берсеңші, осындамын. не қойдың, қандай программамен жасадың? Уақыт өте аз, балалар, тез жылдамырақ. Мен де сол Pixar'пен жасадым. Бірінші суретің, иә, сен? Бірінші суретің ғой, Иә. жасаған? Жұмыс. Не қостың? Иә. Балалар, келесі Pixar'пен жасадым. Ол жерде стикер деген жерден поискқа жазып іздеп, өзім фантазияммен жасадым. Өте оңайда, қиындау болған жоқ. Таша былай баядан да жасап білетінмін. Сол практика бұл тапсырма маған өте қызықты болды. Болды. Жаңағы аккаунттың, магазиндердің жібердіңдер ғой, номерларын тауып. Иә. Мен алдындағы тексті перевод жасадық қой. Қазақша, орысша тексті де бірге жіберулерін керек болған. Сендер жібердіңдер ғой, суреттермен. Бақыт, сен қанша аккаунтқа жасадың? 5 аккаунтқа. 5, осында суреттерің бар ма? Иә. Мынау бірінші суретің, иә? Екінші суретің ба? Тай-тай стор, детский товар. Жоқ, бұл үшінші. Үшінші? Мынау, Еркемай. Мына жерде тек сен с Новым годом. Бұл жерде балалар біз қаншалықты жасағандарыңды келесі жолы аккаунттың өзін жапып, өзінің суретін және жасаған суреттеріңді де салыңдаршы, иә? Себебі
канчалыкты жумуш Иә, иә. жасагандарыңды көресиң дейт. Өтө жакшы. Болду ма? Болду, я? Бакыт сеники, я? Иә. 5 аккаунт. Иә, Барлык иә. магазинге жаздың ғой, я? Менеджерларына. Иә, иә. Ответ Иә. кайтатымы? Жо, ешқайсысы қайта. Эч кайсынан ответ кайтпады ма? Иә. Аха. Жакшы, келесі толкун. Мен де сол Pixar программасын қолданып жасадым. Және де барлық кісілерге жаздым. Кей кісілер мені ақыл сұрады, өстіп Инстаграмды қалай дамытсам болады деп. Енді мен оны білмегендіктен кешіріңіз айта алмаймын деп жаздым, бірақ барлығына жібердім. Топтағы барлық балалар 25 фото істедік, 5 бала. Барлығымыз жібердік. Мына жерде кейбіреулердің жіберген уақытының шектелуіне байланысты салып үлгермедім. Жарайды, я. Жасаган биринчи магазиниң, я? Балалар, сендер қазір маған уже сендер уже жасап дайынын көрсетіп жатсыңдар, я? Иконкалардың дайын открыткаларын көрсетіп жатсыңдар, я? Енді жалпы открытка сендер жасаганга дейін кандай болду? Сол суреттеринде бирге жибериңдерчи. Экөөүн бир суретке коюңдар, жарайбы ма? Коллаж жасап, биринчи жасалмаган түрү, экинчи жасалган түрүн. Сол боюнча да багалап өтейин. Ернар. Осында ма, Ернар? Апай. Я бар. Айта бер. Апай, мен де Pixar'пен жасадым. Тоже стикерлерден новогодний нелерди іздеп. Тоже 5 компания, 5 сурет жасадым, 5 компанияға жіберілді. Ответ қайтты ма? Ау, ответ қайта рахмет болды. Қанша магазиннен ответ қайтты? Ау, Қанша аккаунттың магазиндерінен ответ қайтарылды? Сен жазған. Барлығы ответ қайтармаған шығар? екеуі ғана қайтарды. Жақсы. Детский мир кз интернет-магазин. Разве өзінің логотипі, өзінің магазинінің основной иконкасы бұндай емес еді ғой? Или осындай ма? Осындай, апай. Осындай. Сен мына жерде не қостың, мысалы? Сурет өзі жалпы қандай болып тұрды? Елка қостың, жолын жаздың. Я елка. Айта кет, тыңдап тұрмын. Елка жаздым, яна Аяз атаны қойып. Үшінші суретін, я? Я. Мына жерде негізі жалпы магазин логотипі осы, я? Я осы. Мынау сен дополнительно жасаған открыткаң ба? Жоқ, тоже неден Инстаграм парақшасында. Парақшасынан алған суретің, я? Аха. Сағындық. Ернар, сенде 5 магазин, я? Барлығы. 5-еуіне де жасадың ғой, я? Я, 5. Неге мұнда үшеу ғана көрсетілген ғой? Или біреу? 2 магазин, я? 2 магазинді? Аха, дұрыс. Жақсы. Жақсы, я. Сағындық, айта бер. Апай. Ау? Сағындық, сен тыңдап отырмыз. Екінші тапсырмаға дейін. Барлығын түсіндіріп айтсам бола ма деймін да? Иә, айт. Апай, біздің топқа біз бөлінген, бізге детский
товар түсті. Біз бірінші тапсырманы детский товар парақшасын іздеп болды. Біз оны іздеп таптық, және кейін оны іздеп тапқаннан және киімді сапалы немесе сапасыз ақша жағынан тиімді тиімсіз екенін білдік. Екінші тапсырмада сол парақшаны жұмыс жасадық және фотошоп істедік. Мен фотоны шопты пискарт арқылы істедім. Сол істеген фотошопымды парақшамды админға жібердім. Өз практикамды түсінікті болды. Және де мен көп затты білдім. Парақшаны қалай жұмыс жасау керек екенін білдім. Кейін маған практика қатты оңайда және қатты қиын болғанда жоқ негізі апай. Бірақ қызықты болды, иә? Қызық болды. Апай мен бұның бәрін пискартмен жасадым. Сен суретің бойынша Baby Shop магазинінде қазір өзі основной тек қана мына ортасындағы тұрды, иә, мұның фото логотипі осы, иә? Иә, ортасында тұрды сондайдың. Сен қостың, жолды қостың, Ақака нелерді қостың, шыршаларды. Салют, шыршаларды қостың, иә? Қанша магазиннен ответ қостың? 6 фото жасадым, 6 фотоға 6 фотошоп жасадым. Барлығын жаңағы магазиндердің аккаунтының жоларына жібердіңдер ғой WhatsApp-на, иә? Иә, апай жібердім. 6-ның 5-іне жібердім, апай. Ответ қайтма? Апай ешқайсы қайтармады, просто оқып қойды, болды. Қайтарылмады. Жақсы. Өте жақсы. Келесі Наурызбай. Наурызбай. Наурызбай бар ма толқын? Жоқ екен. Наурызбайдың отчетін көрейік, бірақ бағасы төмен болады. Төменден себебі. Отчеті бар, сөзі жоқ, бағасы. Жақсы. Көрініп тұр ма сіздерге? 5-ші топтікі? Иә, апай. Иә. 5-ші топ. Иә, апай көріп тұр. 5-ші топ кімдікі? Айта беріңіздер. Бесінші топтың балалары. Али. Али осында ма? Мен иә, апай осындамын. Айта ғой, тыңдап тұрмын. Мен Чехпайли ЭВМ-21 тобының 5-ші топ мүшесімін. Бізге өндірістік тәжірибеден сұлулық салондарына жаңағы парақшасын өзара бөлісіп жарнама жасау болды. Новогодний стильді. Осы открыткалар жасау үшін мен поисковая система Google'дан PicsArt пен Photoshop және Instagram әлеуметтік желісі Instagram'ды пайдаландым. Открыткаларымыз безендіруге PNG рисунктарды пайдаландым. Және PicsArt пен Photoshop программасында суретті безендіріп қана қоймай, сонымен қатар форматында орнаттым. Яғни, салон красотада ортасында мармара деп тұрған, тек қана логотипі ғана болды, иә? Қалған бәрін өзің жасадың, иә? Иә. Өте жақсы. Қалған бәрін өзім безендіріп жасадым. Екінші магазин. Белес үшінші. Төртінші. Бесінші. Сенікі, иә? Иә. Науша, төрсенік ма? Ал, апай. На төрсен жұмыстарың бар, Али? Али? Face Beauty Studio деген сен жұмыстарың бар? Апай, дұрыс естілмей жатыр даусыңыз. Сен жұмысың бітті ма, Али? Сен жұмысың бар? Иә, бітті. Иә, бітті. Кім жұмыстары? Сенікі? Мен жалпы 7 неге аккаунтқа жібердім. Жалпы 7 аккаунтқа жібердім. Және 7-еуде ответ қайтарған жоқ, бірақ оқыды. Оқыды, иә? Өте жақсы. Енді Жәнібек. Оқыды, бірақ қайтарған жоқ.
Аха. Жанбек, саламатсың ба? Айта ғой. Не жасадың, қандай программа қолдандың, логотипі қандай болды, қаншалықты өзгеріс Логотип. енгіздің? Мен логотип жасағанда андай салон красотыдан инстаграмнан таптым да, Аха. логотипін вырезать етіп алдым, потом соны андай Pixart деген приложениемен вырезать еттім. Мгм. Сол Pixart деген приложениемен PNG фотоға вырезать еттім да, задний фонға новогодний тематика қойып қойдым. Мгм. Болды, мен 5 тал жасадым сондай. Сол бесеуіне жібердім, ешқайсы ответ қайтармады, жай оқыды. Аха, жібердің ғой, иә, барлығында бірінші Иә, жібердім. салон, кешірім өтінемін, салон, иә, Haven. Иә. Тек қана логотипін ғана кесіп алдың, иә, получается, иә? Мына шапочка барлығын өзің жасадың, иә? Иә. Аха, өте жақсы. Қанша магазин жасадың барлығы? Бесеу, иә? 5 тал. Аха. Аха, келесі Назерке айта бере ғой. Мен бұны безендіру үшін фотофремес программасын қолдандым. Ол жерде новогодний стикерлер бар, сол арқылы безендіру жасадым. Тағы не істедің? Қанша магазин жасадың? 5 магазиндікін жасадым және бәрін жібердім, бірақ ешкім ответ қайтарған жоқ. Барлығына жібердің, иә? Иә. Мына бірінші магазинім, екінші. Сендер жаңағы мен айтқандай, жалпы сендер жасағанға дейін қандай болды, екеуін коллаж жасап, маған да жіберіп қойыңдар, жарайды ма? Қаншалықты өзгеріс енгіздіңдер, туғанда да бағалап баға қоямын. Жақсы. Уданай. Рәйт апай. Мен Pixart және InShot программаларын қолдандым. InShot арқылы фотоларды бірінші қиып алдым, Instagramнан салондардың қиып алдым, одан кейін барып Pixart бағдарламасында стикерлерді алып, солай қолдандым. Pixart бағдарламасында администраторларға жаздым, бесеуіне, бірақ ответ қайтарған жоқ ешқайсысы. Қайтармады, бірақ жаздың, иә? Жазғаның бәрі WhatsApp'та сақталған бар, иә? Иә. Аха, өшімен де сақтап қойыңдар. Иә. Сенде де салон красоты, иә? Иә, менде де. Мен жетеуін жасадым. Әр визаж. Сен мына жерде мына логотипін кесіп алдың, иә? Мына суретті, мына фонды қойдың, иә? Иә, солай жасадым. InShot бағдарламасымен бәрін қиып алып, содан кейін Pixart бағдарламасымен стикерлер қойып жасадым. Мына жерде сенде белес қатты да тұнық емес екен, иә? Көрдің ғой, качествосы өзгеріп кеткен. Иә. Аха, осыны өзгертуге тырыстым енді. Качествосы нашарды, алдында өздерің Александр апайларында айтып жатты, қайтадан жөндеп жасаңыздар, себебі сіздер осы компаниялармен жұмыс жасайсыздар, алдыда бұл болмайды деп. Келесіде дұрыстап жасап отырсам. Аха, дегенмен келесі болса да осыны тұнық еместерін қайтадан өзгертіп шықтым, одан әжере ма? Енді қазір одан бере алайын. Келесі келесі қазір балалар сенен тапсырмаларымды ашып алайын. Үшінші топ қорғады ма, қорғамады ма? Апай, біз бірінші қой.
мать, и за отца. Никаких нареканий не должно быть. Все чисто, работаешь со своей группой, полтора статистики. Тек yüzüncü konunun pratikasından aşağı birisi. Tek istisnaf gidiyor, o başka mantıklı bir olacak. Değil mi? Болмайды. Мынау қай топтың жұмысы балалар? Қай топтың жұмысы балалар? Новый год деп PDF форматта сақтап жібергенсіңдер. Жансаяның тобы. Кімнің жұмысы? Жансая? Тез айтып айта кете ғой. Бірінші тауар апай бұл. Кімдікі? Біздікі апай. Енді бірінші тұрған кімнің жұмысы? Басындағы суреттерді мен өзім жасадым. Негізінде біздің топ 50 шақты страница жасап, 50 шақты суретке фотошоп жасаған. Яғни соларды сәндеп әртүрлі компанияларға жіберген. Мен өзім 10 жасадым. Соны WhatsApp арқылы барлығына жібердім. Соның бір-екеуінен ғана жауап болды. Жауап не деп қайтарды? Апай, менің жұмысым ол. Жоқ, жіберген магазиндерің қандай жауап қайтарды деп жатырмын. Яғни біз компанияларды 20-25 қылып жасамадық та, одан көп 50 шақтысын жасадық. Өте жақсы. Жіберген магазиніміз маған бір-екеуі ғана ответ қайтарды. Оның көбісі рахмет деп айтты, және де сол біздің жасаған жұмыстарымызды өздерінің ағасына, яғни фотосына салып қойды. Көбісіне ұнап жатыр бұл суреттер. Сол егер де сендердің жасаған жұмыстарыңдан жаңағы ағасына салып қойды деп жатсың ғой, Жансая, соны өзіңе сақтап қойғың келе ма? Хотя бы скрин жасап, сақтап қойғың сенің алдыдағы жұмысыңа керек болады. Сол жерде Жантөренің, Біржанның жұмыстары бар апай. Ол қайсы кімдікі екенін мен бағалауым керек қой, Жансая. Мынау сен жұмысың, иә? Мынау сен жұмысың ба? Иә, бастапқы 10-ны менің жұмысым. Иә, апай. Мынау сен жұмысың, мынау шы? Ол да мен апай. Мынау? Олар Жантөренікі апай. Ең астындағы төртеуі Біржандікі. Жантөреде қанша? Олар Біржандікі. Мынау Біржандікі ма? Жантөреде көбісін гиф арқылы жіберген. Ең астындағы төртеуі Біржандікі апай. Үшеу, төртеуі Біржандікі, Жантөренікі, үшеуі ғана тұр, иә, Жантөреде? Мынау бір магазин ба, екі магазин ба? Түсінбей тұрмын. Жантөре осындасың ба сен? Иә, көбісін ол басқаша форматта жіберген апай, соны саламадым. Жантөре осында ма? Жансая? Апай, көбісі гиф арқылы жасалған менде. Жантөре креатор дейді апай. Мынау сенде Жантөре бір магазин ба, екі магазин ба? Мен түсініп тұрған жоқпын. Мына суретті түсіндіріп кетші. Қалай жасадың, қандай программа, не қостың? Жантөре, сен тыңдап тұрмыз. Деген программамен жасадым, осылай сәндедім. Мына суретте магазиннің аты қане? Fashion Woman Clothes ба? Fantasy Woman, иә? Міне, иә, магазиннің аты, логотипі осы, иә, жалпы. Жантөре? Бұл менікі емес. Мынау сенікі емес па, мына магазин? Жоқ. Біржандікі. Біржандікі ма? Мынау сенікі, иә? Мынау ғой, иә, сенікі? Жантөре? Ол да Біржандікі апай. Бұл да менікі емес апай. Қане Жантөренікі? Мына бутика Біржандікі. Басқа жоқ қой міне, барлығын ашып көрсетіп отырмыз сіздерге. Қане Жантөре?
Жантөре Міне жұмысын осы қаралар апай, Жантөренко. Міне, иә. Осылар апай. Міне, иә, осы магазин сенікі, иә. Қандай Иә. программамен жасадың? Қандай программа қолдандың? Жалпы магазин логотипі міне ортасында тұр, иә, лук шоп деп, иә, шоп. Иә. Аха, жан жағына сен қостың. Екінші магазин ба? Или екеуі бір магазин ба? Жантөре, жылдамырақ айта кете ғой. Барлығымыз сен тыңдап тұрмыз. Қатты естіліп отыр апай. Бір жақта сет нашар болды. Жарайды, жақсы. Жантөре, мынау бір магазин, мынау екінші магазин ба, Жантөре? Иә апай, солай. Екі магазин, иә? Мынау да сенікі, иә, Жантөре? Иә, бұл да менікі апай. Мынаушы? Иә болды, Жантөренко. Жантөреде 3-4. Болды, Тоже. Жантөренко апай. Мына жерде қандай программамен не жасадың? Жалпы магазин логотипі ортасында тұр, иә? Sunshine Алматы. Сен мұнда Happy New Year, мына атрибуттардың барлығын қостың, иә? Өте жақсы, Жансая. Енді сетінде дұрыс ұстамай тұр ғой деймін. Біржан осында ма, Жансая? На 11 декабря мы хотели с вами поговорить. Біржан ауырып жатыр деген апай. Біржан Ет ауырып қумай жатыр, жатыр иә? дейді. Жарайды. Кіріп шығып кетті. Жақсы, балалар, мен қазір келесі топтың қосайын жұмысын. Апай, біздің топ 50 шақсын жасады, әркім өз-өзіне 10-10-нан бөліп алдық біздер. Және әрқайсысы өзінің жұмыстарын өз міндетіне сай тиянақты және әдемілеп жақсылап жасады. Өте жақсы, Жансая, жұмыстарың өте жақсы көрініс тапты. Барлықтарының жұмыстарың жақсы. Енді балалар. Үшінші топ, айта беріңіздер. Тыңдап тұрыңыздар. Төртінші топ апай. Төртінші топ, иә. Кешіріңіздер. Айта беріңіздер. Төртінші топ. Айта берейін бе апай? Иә, айта ғой, тыңдап тұрмын. Біз төртінші топ ресторан мен объекті дизайна тақырыпта жұмыс жасадық. Және де топ ресторандардың аккаунттарын инстаграмнан 20 шақты аккаунт тауып, сол төрттен бөліп алдық. Содан кейін фото Міне, иә? коллажбен Happy New Year. Иә, осы счастье, манана. Аха, өте жақсы. Елдос, сен осындасың ба? Ардақ, магазиндердің барлығына жібердің ба сен? Иә, магазиндердің барлығына жібердік. Бірақ оқыды, бірақ ответ қайтарған жоқ. Қайтарған жоқ. Барлық 4 магазинге жұмыстарың жіберілді, иә? Жақсы. Иә, бәріне жібердік. Өте жақсы, Елдос, сені тыңдап тұрмын. Тездетіп сөйлей ғой. Себебі уақыт шектеулі, уақытымыз бітіп жатыр. Сәлеметсіз апай. Сәлематсың ба, айта ғой, Елдос. Апай, мен үшеуін жасадым. Осы апай жібергендер. Мен үшеуіне де жібердім. Үшеуі де ответ. Екеуі оқыды, ал біреу оқымады, бірақ ответ қайтармаған. Елдос, сенде неге үшеу солай бөлінді ма? 3 магазин бөлінді, иә, саған? Елдос? Жоқ, апай, 4-4 жасадым. 4-4-тен бөлінді, бірақ үшеуін ғана жасадың ба? Иә. Мен жасады, біреусін салуды ұмытып. Жарайды, жақсы. Мынау магазиндерге жібергендерің, иә? Ответ қайтарылды ма, қайтарылмады ма? Аха, магазинге жібердім. Қайтармады апай. Жарайды, жақсы. Ерасыл, сізді тыңдап тұрмыз. Ерасыл осында ма? Ерасыл? Ерасыл жоқ. Ерасыл жоқ. Ерасылдың өзі жоқ, жұмысы қабылданбайды. Алихан,
Алихан. Жоқ. Балалар Мен сіздерге- танымал Айта қой, Алихан. танымал брендте Мгм, жасадым, логотип. мгм, Осылардың мен үшеуіне жаздым, сообщение жібердім суретімен. Қалған екеуіне номер болмады. Мен үшеуінің екеуісі маған ответ қайтарды, бірақ олар арнайы бір программамен ғана маған консультация берді. Олар бот па сондай? Егер де саған ответ қайтармаса, сен хотя бы инстаграмға жаз, дайректқа жарай ма? Жазып көргін. Я инстаграмға жазайын десем, сообщение ұзақ болды. Инкаталог деген слишком. Жарайды, қысқартып қана жазып көр, жарай ма? Керекті жерін ғана алып. Мында 5 магазинді салғансың. Жаңағы магазиндерге сообщение жазып салған суретіңді де сақтап қойғын өздеріне. Әрдайым осы отчеттарını сақтап жүріңдер. Себебі сендер себебі айтылды ғой, балалар, сендерде практика аяқталады ғой, өндірістік тәжірибе аяқталғаннан кейін сендер жаңағы директордың өндірістік практикасы жөніндегі орынбасарына Zoom арқылы онлайн түрде отчет тапсырасыңдар, балалар. Сендерді сол жерде бағалайды. Біз де баға қоямыз, ол кісіге сендер отчетты қалай тапсырғандарыңа байланысты сендерге де баға қояды. Дилшат деп айта ғой, уақыт аз. Мен Christmas программасымен тадым. Айта ғой, тездетіп айта ғой. Қайсына жазбадым. Неге? Не себепті? Дилшат, мен сені көрмей Страницаларын тап. Страницаларын таппай. Номерлерін таппаған ғой, апай. Қалай номерін таппайсың? Страницасынан кіріп ізде. Егер страницасында номері болмаса, дайректқа жазып, менеджердің номерін сұрасайшы. Егер де номері болса, дайректқа жазыңдар да менеджердің номерін сұраңдар. Болмай жатса, сол дайректің өзіне суреттеріңді жіберіңдер де, астына қысқаша ғана текст жазыңдар. Міндетті түрде жазылады. Жарайды, апай. Я жібердік. Дилшат, қандай программамен жұмыс жасадың? Ау? Қандай программамен жұмыс жасадың? Christmas. Қандай программа? Жарайды, жақсы түсінікті. Жаңағы мен сендерге айтқандай, жасалған суреттеріңді жасалмаған екеуін бірге жасап жібересіңдер. Енді қазір мұнда Аружан тобы жоқ қой дейме? Аружан, Дарын, Бағдаулет, Арсен және Мағжан. Сіздердің топтарыңыздан ешқандай да отчет келмеді. Балалар, мен сіздерге тағы да айта кетейін. Кім отчет қорғалмады, жұмыстары қабылданбайды. Мен сіздерге алдын ала ескертіп айтқам, бағалаймын деп.